Мынаны алсам бола ма? Болмайды, қызым. Атаңның туған күніне сыйлық алғың келе ме? Кешіріңіз, тортты қайтарсам бола ма? Иә, әрине. Бірақ мен осы тортты алғым келіп тұр. Келесі жол аламыз, қазір ақшам жетпейді. Сіз анау жолда солай айтқансыз. Ана тортты маған бере салыңызшы, мен алам. Кешіріңіздер, тоқтаңыздаршы. Сәлем, балақай. Мынау саған. Жоқ, ала алмаймыз. Өтінем, алыңыз. Сіз олай істеуге міндетті емессіз. Түсінем. Жасым 7-де болғанда, мамам маған торт алайын деп дүкенге барғанбыз. Мам, мына тортты алайықшы. Бірақ мамамның ақшасы тортты алуға жетпеді. Басқа бір нәрсе алайықшы, балам. Мам, бүгін менің туған күнім ғой. Алайықшы торт. Сол кезде кезекте тұрған бір бөтен кісі мен қалап тұрған тортты маған алып берді. Балақай, ала ғой. Туған күніңмен. Ол маған балалық қуаныш сыйлады. Мен оның атын білмедім. Бірақ мен оны ешқашан ұмытпадым. Кезекте тұрған адам. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Атыңызды білсем бола ма? Жағдайымыз келгенде міндетті түрде ақшасын қайтарамыз. Балақай, сенің де жағдайың келген кезде басқаларға мейіріміңді көрсетем деп уәде бер. Кешіріңіз, атыңыз кім болады? Атым кезекте тұрған адам. Ата, туған күніңізбен. Мен сізге мына тортты таңдап алдым. Ой, мынау мен жақсы көретін торт қой. Жүр, торттың бетін ашып дайындайық. Мұнша ақша жаратпауым керек еді, неге әуре болдың? Негізі оны бөтен кісі сыйға тартты. Ата, мына қағазды берді. Кешіріңіз, мекен жайыңызды жазып беріңізші. Ақшасын сосын қайтарамын. Ал бұл қағазда мейірімің әрқашан жалғасын табады. Және ол саған қайта оралады. Рахмет.